Алыстағы досыңа ат берсең де жарасар, үйіне мініп барсын деп. Жақындағы досыңа хат берсең де жарасар, ұмытса есіне алсын деп. Бала бойына шынайы дос бола білуге, дұрыс қарым-қатынас жасауға бақыт беру үшін, ізгіліктің нұрын төгер адамгершілік қасиеттерді дарыту үшін, қандай әрекет етсең де көптік етпейді. Осы мақсатта өткізілген адами ізгі қарым-қатынас тақырыбындағы психологиялық тренингтің бала жүрегіне ізгілік нұрын сепкені анық. Жақыныңмен жат болма, хабарласып хал сұра. Жолдасыңмен аралас, ат басын бұр аптыға. Жақсы болу өзіңнен, достарыңның алдында. Қиналған бір сәтіңде солар болар жаныңда. Басқалардан қандай сыйластық пен құрмет күтсең, өзің де басқаларды солай сыйлап, құрметтеуің керек. Міне, өмір заңдылығы дегенде осы шығар, бәлкім.